персоналдың жан айқайымен келіп отырмыз біз. Так, біз қазір КТЖ-ға өттік, ал КТЖ-ға біз былтыр ғана өттік. Оға дейін акиматтың құрамында істеді тазалық. Сол 5 жыл істеген, 5 жыл бойы пенсионный фонд төленбеген, ОСМС төленбеген. Бұл азаматтың құқығын белден басып, прям жаншып таптау деп білеміз. Соның ішінде 2 жыл Әзімханұлының билігіндегі болған нәрсе. Неге деп сұрақ қойсам деп еді, көзіңізше, Әзімханұлы, Пазылханұлы, неге жұмысшылардың пенсионный фонды мен ОСМС төленбейді? Не үшін? 5 жыл бойы. Мекемеңізді аты қандай? Вокзал, железнодорожный вокзал. Соның ішіндегі тазалығы тек персонал. Акиматқа қараған дұрыс па? Былтыр өтті олар КТЖ-ға. Енді 2 азамат ол жерде тазалықпен айналысқан. Бұған дейін мен вокзалға барып жүрмін. Ондай арыз шағым болған жоқ. Ондай мәселе болса қарайық. Жеке мен 5 жыл бойы төлем болса айтпайсыз ба енді? Біз ертең бүгін пенсияға шығатын болмағаннан кейін қарамағанбыз. Мен сол жерде істегеніме 30 жыл болды. Былай жасайық. 30 жылдың ішінде. Апай, былай жасайық. Сіздер құжаттардың бәрін алыңыз. Оның ешқандай негізі қиындығы жоқ. Осы жерде мына кірістер департаменті бар. Бар ма? Міне орынбасары отыр. Сіз бетіңіз, құжаттарыңызды алыңыз да арыз жазыңыз. Кірістер басқармасы бар, осы қалаға қарайтын. Сол жерге арызыңызды жазсаңыздар, сол жерде тексеріс өткізеді. Тексерістің нәтижесімен сіздің уәждеріңіз бәрі дәлелденетін болса, міндетті түрде ешқайда барудың қажеті жоқ. Алады да ақты түзіп кетеді. Мына әкімдікке қарасты ма? Әкімдіктің шотынан ақшаны шешіп алады да сіздерге бәрін төлеткізіп береді. Болды, ешқандай проблема жоқ о жерде. Ақтаудың өзі 8 ай болды. Бұл қаладан өтіп Ақтауға барғанбыз. Ақтауда 8 ай болды. Сонда біздің қарапайым тек персоналдарды кім неғылады? Мен мысалы пенсияға 40 мыңмен шығам ба, 40 жыл істеп, ешқандай уақытылы ақша салынбайды. Соны жаңа сіздің кездесу болғаннан кейін келдік. Ол жібердік біз еңбекпен егеде қорғауға. Бірақ қарапайым жұмысшыны үйтуге болмайды ғой. Сіз арызыңыз көшірмесін осында беріңіз, қазір қалдырып. Мен қарап шығам. Сізге жауабын береміз.